Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін ең керекті, ең пайдалы кеңеспен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен менің видеомды соңына дейін көрулеріңізді кеңес беремін. Ашутастың қасиеті мен пайдасы туралы естіп пе едіңіздер? Ашутас дәмі қышқыл, уытсыз, көркем кристалдық тас. Оның қолданысқа қалай енгені туралы нақты деректер кездеспесе де, әсіресе шығыс елдерінде арасында кеңінен тараған. Алғашында оның таралуына сауда керуендері мен емші тәуіптер ықпал еткен. Деректерден осынау тастың көмегімен ел арасында белгілі емшілер тері, созылмалы аурулардан айықтырғаны туралы мысалы көптеп кездестіруге болады екен. Ашутастың ел білмейтін пайдасы туралы сіздерге бөлісіп отырайын. Дәстүрлі медицина кеңінен қолданған бұл ем шарасын зерттеген ғалымдар ашутастың қақырықты жібітіп, құрт өлтіретін қабілеті барын анықтаған. Негізінен ашутас шикі және күйдірілген болып екіге бөлінеді. Екеуін де қолдануға болады. Егер шикі ашутасты қазанға салып қыздыратын болсаңыз, суы құрамы ұшып кетіп, көпіршіктеп түзеледі. Бұл күйдірілген ашутас болып саналады. Ашутасты сондай-ақ мұрын қанағанда қолдануға болады. Оны ұнтақтап, суға езіп, тамызса қанды тыйылдыруға көмектеседі. Бұл ашутасты тісіңіз ауырған кезде қолдансаңыз да болады. Тіс ауырған кезде сірке суына немесе балға қосып қайнатып, ауызды шайқаса, тіс етінің қабынуы қайтатын болады. Егер адам құсқанда ашутасты белгілі бір мөлшерде қайнаған сумен ішсе, ішкі ағзалардың жұмысын реттеуге септігін тигізеді. Өңдірілген ашутас пен күйдірілген гипстің әрқайсына 20 граммнан алып, оған вазелинді қосып араластыру арқылы мас секілді дәрі жасауға болады. Ол қышыма мен бөртпеге пайдалы. Сондай-ақ адам талма ауруына ұшыраған науқасқа 60 грамм ашутасқа 120 грамм май жапырағын қосып талқандап күн сайын 6 граммнан ішудің көп көмегі бар. Жөтелді басу үшін ашутас, сабын ағашының жемісі, қызыл мияның тамырының әрқайсына 3 граммнан суға араластырып қайнатпа жасаған дұрыс. Сыртқы жарақат қанаған орынға 45 грамм шикі, 45 грамм күйдірілген ашутас, 210 грамм қарағай шайырын ұнтақтап қанаған жерге басатын болсаңыз, жараңыз демде басылатын болады. Біз білетін әдіс, балалардың аузы уылғанда, ұртқа ұшық шыққанда, күйдірілген ашутастан аз мөлшерде уылған жерге себетін болсаңыз, демде қайтатын болады. Күйдірілген ашутастың 15 граммы, сары ағаштың 6 граммы, қоспаяу жапырағының 3 граммының майдаланған ұнтағын өсімдік майына араластырып жағу іріңді жерді тез жазады. Ашутас пен жалбыз жапырағын қайнатып, жылы сумен аяқты, қолтықты жуу денеден шығатын жағымсыз иісті жоюдың ең оңай тәсілі. Халқымызда ашутасты төрт түлікке де пайдаланған. Егер үйде өсімдіктер құрт-құмырсқамен залалданса, ашутастың суға езілген аз мөлшері оларды жоюға жәрдемдеседі. Дәрігерлер оны қолдануға түбегейлі қарсылық танытпаса да, мөлшерден тыс пайдалану зиян екенін ескереді. Сақталу мерзіміне қарамай ешқандай аллергиялық әсер туындатпайтын ескерсек, ескі наным демей қолжетімді затты сатып алып, үйде үнемі пайдалану тиімділігін берері сөзсіз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.